Жобада 20 ғасырдың 30-50 жылдарындағы қазақ зиялыларының тағдыры, яғни нақтырақ айтқанда Сталиннің қуғын-сүргіні туралы баяндалады. Ең алдымен картаға назар аударсаңыздар, картада Сталиннің қуғын-сүргіні кезінде Қазақстанға жер аударылған халықтарды көруге болады. Ең алғаш Қазақстанға 1935 жылы қиыр шығыстық корейлер жер аударады. Кейін 1938 жылы корейлердің екінші толқыны келіп жер аударылғаннан кейін, осыдан кейін картадағы белгіленген халықтардың барлығы біртіндеп Қазақстанға жұмыс күші ретінде жер аударыла бастайды. Сталин қайтыс болғаннан кейін ақталып елдеріне қайтады, қалғандары осы жақта қалып қояды. Міне осы кезден бастап біз Қазақстан көпұлтты мемлекет деп аталып келеміз. Келесі кезекте еңбекпен түзету лагерлары туралы баяндалады. Сталиннің бұйрығымен 1928 жылдан бастап еңбекпен түзету лагерлары құрыла бастайды. Олардың алғашқыларының бірі болып Карлаг лагері 1931 жылы құрылады. Жалпы Карлаг лагерінің өмір сүру кезінде 1 миллионнан астам тұтқын болады. Жалпы қарапайым халық та, қазақ қоғам қайраткерлері де, қазақ зиялылары да осындай лагерларға 58-ші бап бойынша жалған айыптаулармен отанын сатты, шетелдіктермен сыбайлас болды деген айыптаулармен еңбекпен түзету лагерларына айдалған болатын. 1937 жылы 38 жылдары қазақ әдебиет өкілдері айыптауға ұшырады. Олардың бірі, солардың қатарында болған қазақ әдебиетін салушылардың бірі Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов та осы 37-38 жылдардағы қуғын-сүргінге ұшыраған қазақ әдебиетінің өкілдері болатын. Сәкен Сейфуллиндармен қатар белгілі актер Жұмат Шанин да, қазақтан шыққан тұңғыш дәрігер Бірмұхамед Айбасов та осы репрессияға ұшыраған болатын. Келесі кезекте Карлагтан кейінгі құрылған лагерлардың бірі Степлаг лагері, яғни 1940 жылы Кеңгір өзенінің бойында құрылған Степлаг лагерінде Карлагқа жұмысқа жарамсыз кәрі қартаңдар, мүгедектер айдауға алынған болатын. Суретте Степлаг лагерінің бір қайраған бір бөлігін көруге болады. Степлаг лагері 1947 жылы нөмір 4-ші ерекше лагер немесе Степлаг лагері деген атауға ие болды. Және де суреттен сіздер осындай лагерлардың тұтқындарының Теміртау қаласын салып жатқан бейнесін көре аласыздар. Келесі құрылған лагерлардың бірі Алжир лагері. Алжир лагерінде отан сатқындарының әйелдері отырған, яғни бұл жерде Сәкен Сейфуллин әйелі Гүлбахрам Сейфуллина, Бейімбет Майлиннің әйелі Гүлжамал Майлина, тағы да басқа әйелдер қауымы осы Алжир лагерінде отырған болатын. Және де бұл алдымыздағы суреттерде Карлагтың балаларын жазған хаттарын, Карлагта тұтқында болған, айдауда болған балалардың бейнесін көруге болады, және де айдалып бара жатқан вагондағы балалардың бейнесін көрсеңіздер болады. Осындай лагерлерде болған адамдардың жұмыстың ауырлығына шыдамай, аштыққа шыдамай қайтыс болған адамдардың барлығын осындай ағаштарға сан қойып жерлей берген, яғни кімнің қай жерде жатқаны белгісіз.